Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді бургерлер жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші ішіндегі котлетін дайындап аламыз. Осылай пиязды 4 бөлшілеп турап, бір ыдысқа саламыз. Үстіне еріп тұрған фаршымызды саламыз. Және бір жұмыртқа қосамыз. Сосын тұз және бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде үшеуі бір-бірімен бірігіп кету керек. Жақсылап қайта-қайта араластырамыз. Және фаршымызды формаға келтіріп, мен грильницада пісіремін. Грильница болмаса табаға май құйып, орташа отта пісірген дұрыс. Осылай формаға келтіріп, менде 4 котлеті шықты. Және 15-20 минутқа грильницада пісіріп аламыз. Енді ішіне салуға менде салатный лист емес, осындай капуста. Китайский капуста қытырлақ әдемі болады. Бірінші оны жақсылап мұздай суға салып, үстіне сода салып, 20-25 минутқа қою керек, ішіндегі бактериялары өлу үшін. Котлетіміз грильницадан соң осылай қазанға салып, үстіне кішкене су құйып, 15 минутқа өте баяу отта пісіріп аламыз. Бургерлердің наны қатырлақ болу үшін осылай грильницада қыздырып аламын. Ал ішіндегі соусына тек майонез бен кетчуп қолдандым. Осылай помидор, жаңағы китайский капустамызды, котлетімізді қосып, столға, яғни дастарханға ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді және оңай.